бәрін тазалап қойдық, уайымдамаңыз. Дастархан жайып қойдым, уайымдамаңыз, Басеке. Иә, шапанта дайындап қойдым ғой. Болды, Басеке, келе бер, болды. Болды, бәрін тазалап қойдым, жолдың бәрін. Жақсы. Тасташы, важный болмайды. Бастық кәні? Бастық күту кетті. Не күтіп жүр ол? Өмір орында жоқ қой, қайда кетті? Айтып отырмын ғой, жаңадан бастық келе жатыр. Бастық күту кетті. Қой, Иә, аудан ғой бастық келе. Қаяқтан? Кім? Танисың ба? Танымаймын. Не үшін? Бастық келе жатыр. Ақша береді деді ма, ақша таратады деді ма, бірдеңе деді. Қой, Ақша туралы бірдеңе бар, бірдеңе. Не істедіңдер аған? Таза дедім ғой мен. Мынау жақсы жаңалық. Ал, аш бәрін. Әпкем, мұнда егес құсыз? Не? Азаннан бері таппай жүр құсызды. Не үшін? Ой, ауырын құрап тұрмын, бір укол салып қойшы. Не қыласың? Мында кел жаңалық бар, естің бе? Қандай жаңалық? Білдім естімегенді. Бастық келе жатыр дейді. Жоғарыдан. Біздің ауылға ма? Біздің ауылға? Қандай бастық? Кәдімгі бастық жоғарыдан әкім келе жатыр дейді. Не үшін келе жатыр? Ақша беру үшін. Ақша? Ақша. Кімге? Жағдай төмен отбасыларға, ардагерлерге, ауруларға, жындыларға. Жындыларға, ауруларға. Біз сияқты мұғалімдерге, сіз сияқты ақ халат абзал жындарға жоқ қой. Қаяқтан? Бізге кім ақша береді дейсің? Отырамыз бір жерде. Қабырғаның ішінде. Ақыр ақша беретін болса? Жынды болайық. Болам? Жынды болсақ, ақшасын алмаймыз. Акешка! Құдай бере саған! Сені үйіңе іздеп барам жоқ. Кеш бетіңнен бір сүйіп қойын. Екінші бетіңе ренжі қылмай ма? Болды, ренжімейді. Өткен мейрамдарың құтты болсын. 8 май, 9 май, 7 ноябрь, жаңа жыл, в общем, бәрі құтты болсын. Бір жол қандай айтып алайын? Ой, басталды мұна. Мұнаны жынды қылып қосып алайық та үшеуміз. Қоямыз, асықпашы қоямыз. Қашан? Енді қойын деп атсақ, мейрам кеп қалатыр ғой, қоямыз қойын. Өстіп жүре бересің ба? Ана қатының жүр ана жақта, бала шығаң жүр шұбырып, жынды болайық. Не дейді? Ақша табайық. Не үшін ақша берейін деп атыр? Ойбай, ақша берейін деп атыр. Жағдай төмен адамдарға, мүгедектерге, ауруларға, жындыларға, ардагерлерге бәріне ақша берейін деп атыр дейді. Мен оның қайсына жатам? Сен қайсына жатады деп ойлайсың өзің? Алқаштарға қаралмап па ақша? Ой, алқаш-ай. Жоқ, хорошо, сені мен жынды болсам ешкім күлмейді, мен бола салам. Сен қалай жынды болмақшысың? Болам. Сен ауылдағы единственный ақ халатты арам. Ойбай. Абзал жансың от. Сен қалай жынды боласың? Болам. Маған бәрібір болам. Төрт қабырғада қамалып, ақшасыз отқанша, ақыры сау болып ақша алмаймыз ба? Жынды болам. Бола салам, несі бар? Сен қалай жынды боласың? Сен дүрде мұғалім емес, ауылда мектепте балдар бәрі бетіңе түкіреді көрдің. Зато ақша береді. Ақша аласың. Мен алқаш болсам алқаш шығар, мен біраз жынды болып авторитетім құртпаймын мен. Ой, не қылған авторитет сенікі? Авторитет. Хорошо. Қанша береді екен? 300 мың. 300 мың адам. Қанша? 300 мың. Ойбау. 300 мың апарсам, әйем тілмен пол жуайын деп тұр. Сол ғой. Хорошо, Боласың ба? Болсақ болайық, бірақ мені алдамаңдар, ақшасы. Алдасаңдар, смотри, менің шутка плохо. Трактормен таптап кетем, білдің ме? Керек. Боласың ба? Ақша алайық, үшеуміз ақылдасқан түрде жынды болайық. Маған бәрібір. Үй алмаймын мен, ұятта жоқ. Бергел. Біреу келе жатыр ма? Басекең. Аны, әкім. Ассаламалейкум. Шапан бәріне де дастархан жайып тұр. Және ол бәрін басы көтеремей қалады ондай. Бәрін дайындаңдар. Анан тазасайын басана. Не істемішсіңдер? Қағал еттім саған. Бұл емес қой. Ұнатпайды деп атыр әне. Жақтырмайды ондай басымызда. Бара деға. Одан кейін анау не істеді? Шамдар жақтыңдар ма? Жақ болды, шамдан жақ болды. Бол, шамдар жақ қойсаңдар болды. Одан кейін ана біздің бас келген кезде алдынан шығып, ертеңде көтеріңдер бәріне. Болды. Түсіндіңдер ма, бәрі көтеріңдер. Жаула балыр Мынау Былтыр қалған бидайдың ақшасы қайда? Ойбай, мына бидай. Жағана Мына бидай. Ақша береді деп. Басы кеп қойса не істейміз? Асаздап балың алдына барып едім қылып. Ойбай, басы кеп. Жаңа сауыды ғой. Не істеп атсыңдар? Ойбай, жаным мынау.
Baki. Baki canım. Ana bak Baki gerek. Көргейт қойдық мұны. Әдем ба? Сіз келеттігінен кейін барлық жердің бәрін мұнтаздай қылып тазалап қойдық енді Байсеке. Қош келдіңіз жаным Байсеке, жаным. Шамдардың бәрін жағып қойсыңдар. Ой, енді сіз келгеннен кейін өздері жанды ғой, біз жаққан жоқпыз Байсеке. Ой, сіз келеттігінен кейін өздері жанып кетті оның. Халықтың бәрін жинапсыңдар. Өздері жиналып отыр, біз айтқан жоқпыз. Міне қараш, жақсы көріп жатыр. Чапала құрып жатыр, қараш. Жаным Байсеке. Осылай чапалағым бар. Жаным Байсеке, жаным. Сіз жақсы көріп отырсыз. Мыналарың кім? Бұл енді сізге арналған шоу программамыз. Бишілер ғой бұлар. Жандарым, билеңдер. Сіздің құрметіңізге арнайы алдырған шоу андай қазір көбейіп кетті ғой, а? Шетелден алдыр, шетелден алдыр арнайы. Иә, сіздің құрметіңізге, ой, сіздің енді ауылға кім болып келгенге қуанып жатырмыз бәріміз. Иә. Қанша биші көріп жүрмін, мынандай бишілерді бірінші рет көріп жатырмын мен. Иә. Сен былай ғой. Ана сен бүгін жеңгең туған күн. Иә? Соған үлкен қонақтар келеді. Какой разговор? Соның алдына мыналарың билеп шықса. Супер болады ғой, супер. Ерекше болмай ма? Болды, қай күн болды? Сенбі. Болды, барады ғой жаным әшейсіз. Сенбі жазып қойыңдар, сендер. Сендердің заказдарың көбейіп жатыр ғой, айналайындар. Жазып қойыңдар. Әкімнің тойына барасыңдар. Екінің біріне бере бермейді. Сендер қуаныңдар, айналайындар. Қуаныңдар, Бәсеке болды жаным әшейсіз. Болды, сенбі күн. Болды, Бәсеке. Жүріңіз, Бәсеке. Сіздің... Бәкең ондай дематпайды. Бай тұр. Жаным, Бәке, одан кейін біз жақсылап тұрып, өзбектерге... Ой, кет қой. Бәке, жаным, Бәке. Биге шақырып жүрма мұнаны. Ана әпкем жынды болғанда қалай болып кеттіңіз? Тура ана магазиндердің алдында гриллер бар ғой, бүйтіп тұрады. Сен өзіңе қарабасай, шланғы. Жайылып тұрған кір құсап тұрсыңыз. Ақша бермеді ме анау? Мен саған қазір ақша бергізем сен. Сен мен сондай прикол ұстап жүрсің бе менің төбемнен? Берік, Не? 100, мен саған 100 грамм әперейін. Екеуміз отырып бір магазиннің алдында. 100. Хорошо. Бірақ мына әңгімені қайтып қозғаймыз. Білмей отыр. Жоқ, хорошо, сен маған мен жынды болсам ешкім күлмейді, мен бола салам. Сен қалай жынды болмақсың? Болам. Сен ауылдағы единственный ақ халатты арам. Ойбай. Абзал жансың от. Сен қалай жынды боласың? Болам. Маған бәрібір болам. Төрт қабырғада қамалып, ақшасыз отқанша ақыры сау болып ақша алмаймыз ба? Жынды болам. Бола салам, несі бар? Сен қалай жынды боласың? Сен дүрде мұғалім емессің. Ауылда мектепте балдар бәрі бетіңе түкіреді көрдім. Зато ақша береді. Ақшаласын. Мен алқаш болсам алқаш шығар, мен біраз жынды болып авторитетім құртпаймын мен. Ой, не қылған авторитет сенікі? Сен түсінме. Авторитет. Хорошо. Қанша береді екен? 300 мың. 300 мың адам. Қанша? 300 мың. Ойбау. 300 мың апарсам әйем тілмен пол жуайын деп тұр. Сол ғой. Хорошо, Боласың ба? Болсақ болайық, бірақ мен алдамаңдар, ақшасы. Алдасаңдар, смотри, меме шутка плохо. Трактормен таптап кетем, білдің ме? Болады, берет. Боласың ба? Ақша алайық, үшеуміз ақылдасқан түрде жынды маған бәрібір. Ұялмаймын мен, ұятқа жоқ. Бергел. Біреу келе жатыр ғой. Басекең ғой, басекең. Аны, әкім. Ассаламалейкум. Шафан, бәрі. Ауруларға. Біз сияқты мұғалімдерге, сіз сияқты ақ халат абзал жандарға жоқ қой. Қаяқтан? Бізге кім ақша береді дейсің? Отырамыз бір жерде. Қабырғаның ішінде. Ақыр ақша беретін болса. Жынды болайық. Болам. Жынды болсақ, ақшасын алмаймыз. Акешка! Құдай бере саған! Сені үйіңе іздеп барам жоқ. Кеш бетінен бір сүйіп қойын. Қой, Екінші бетіңе ренжі қылмай ма? Болды, ренжімейді. Болды. Өткен мейрамдарың құтты болсын. 8 май, 9 май, 7 ноябрь, жаңа жыл, в общем, бәрі құтты болсын. Бір жол қанды айтып алайын? Ішкенді қашан боласың сен? Ой, басталды мұна. Мынаны жынды қылып қосып алайық та үшеуміз. Қоямыз, асықпаш қоямыз. Қашан? Енді қойын деп атсақ, мейрам кеп қалатыр ғой, қоямыз қойын. Өстіп жүре бересің ба? Ана қатының жүр ана жақта, бала шығаң жүр шұбырып, жынды болайық. Не дейді? Ақша табайық. Не үшін ақша берейін деп отыр? Ойбай, ақша берейін деп Не жатыр. үшін? Жағдайы төмен адамдарға, мүгедектерге, ауруларға, жындыларға, ардагерлерге бәріне ақша берейін деп жатыр дейді. Мен оның қайсына жатам? Сен қайсына жатады деп ойлайсың өзің? Алқаштарға қаралмап па ақша? Ой, алқаш-ай. Көргейтіп қойдық мұны. Әдем ба?
Siz kelет Әдем, дегеннен әдем, кейін әдем. барлық жердің бәрін мұнтаздай қылып тазалап қойдық енді Байсеке. Рахмет. Қош келдіңіз жаным Байсеке, жаным. Шамдардың бәрін жақып қойсыңдар. Ой, енді сіз келгеннен кейін өздері жанды ол, біз жаққан жоқпыз Байсеке. Ой, сіз келет дегеннен кейін өздері жанып кетті оның. Халықтың бәрін жинапсыңдар. Өздері жиналып отыр, біз айтқан жоқпыз. Міне қара жақсы көріп, чапала құрып жатыр, қараш. Жаным Байсеке, осылай чапала ондар. Жаным Байсеке, жаным, сіз жақсы көреді ғой, Мыналарың кім? бұл енді сізге арналған шоу программамыз. Бишілер ғой бұлар. Жандарым, билеңдер. Сіздің құрметіңізге арнайы алдырған шоу андай қазір көбейіп кетті ғой, Шетелден алды, шетелден. Шетелден алды арнайы. Иә. Сіздің құрметіңізге, ой, сіздің енді ауылға кім болып келгенге қуанып жатырмыз бәріміз. Иә. Қанша биші көріп жүрмін, мынандай бишілерді бірінші рет көріп жатырмын мен. Иә. Сен былай ғой. Ана сен бүгін жеңгең туған күн. Иә. Соған үлкен қонақтар келеді. Какой разговор? Соның алдына мыналарың билеп шықса. Супер болады ғой, супер. Ерекше болмай ма? Болды, қай күн болды? Сен бүгін, сен. Болды, барады ғой жаным әшейсіз. Сен жазып қойыңдар, сендер. Сендердің заказдарың көбейіп жатыр ғой, айналайындар. Жазып қойыңдар. Әкімнің тойына барасыңдар. Бәрін тазалап қойдық, уайымдамаңыз. Дастархан жайып қойдым, уайымдамаңыз Басеке. Иә, шапанта дайындап қойдым ғой. Болды Басеке, келе бер, болды. Болды, бәрін тазалап қойдым, жолдың бәрін. Жақсы. Тасташы, важный болмай. Бастық кәні? Бастық күту кетті. Не күтіп жүр ол? Өмір орында жоқ қой, қайда кетті? Айтып отырмын ғой, жаңадан бастық келе жатыр. Бастық күту кетті. Ой, Иә, ауданға бастық келе. қаяқтан? Кім? Танисың ба? Танымаймын. Не үшін? Бастық келе жатыр. Ақша береді деді ма, ақша тартады деді ма, бірдеңе деді. Ой, Ақша туралы бірдеңе ма, бірдеңе. Не істедіңдер аған? Таза дедім ғой мен сізге. мынау жақсы жаңалық. Ал, аш бәрін. әпкем мұндай егес қой сіз? Не? Азаннан бері таппай жүрік қой сізді. Не үшін? Ой, ауырын құрап тұрмын, бір укол салсаңшы. Не дақшпай, не қыласың? Анда кел жаңалық бар, естің ба? Қандай жаңалық? Білдім естімегеніңді. Бастық келе жатыр дейді. Жоғарыдан. Біздің ауылға ма? Біздің ауылға Қандай бастық? кәдімгі бастық жоғарыдан әкім келе жатыр дейді. Не үшін келе тұру? Ақша беру үшін. Ақша? Ақша. Кімге? Жағдай төмен отбасыларға, ардагерлерге, ауруларға, жындыларға. О, жындылардың Дастархан жайып тұр. Жаным, ол бәрін бастық көтеремей қалады ондай. Бәрін дайындаңдар. Анан тазалсana басана. Олдай, не істемейсіңдер? Маған айттым саған. Бұл емес қой. Ұнатпайды деп жатыр ана. Жақтырмайды ондай басқыза. Иә. Бара неға. Одан кейін анау не істеді? Шамдар жақтыңдар ма? Жағып қойды шамдарын жағып қойды. Бол, шамдардың бәрін жағып қойсаңдар болды. Одан кейін ана біздің бастық келген кезде алдынан шығып, ертеңде көтеріңдер бәріне. Болды, Сыңдар ма я бәрін көтеріңдер. Жалап алыр Мынау кім? Былтыр қалған бидайдың ақшасы қайда? Ойбай, мына бидай. Жағана Жалап алыр Мына бидай. ақша береді деп. Бастық келіп қалса не істейміз? Асаздап балың алдына барып едім Ойбай, бастық. жаңа сойды ғой. Не істемейсіңдер? Ойбай, жаным Басып келе жатыр. Canım bu aki. Başka canım. Aynen başka bir kere. Bana.